Етістіктің шақтары. Етістік қимыл іс-әрекетті білдіреді. Іс-әрекет қимыл белгілі бір кезеңде іске асады, орындалады. Қимылдың өту кезеңі сөйлеушінің хабарлау кезімен немесе сөйлеп тұрған сәтпен айқындалады. Сөйлеп тұрған сәтке байланысты қимылдың өту кезеңін білдіру етістіктің шағы деп аталады. Етістіктің шақтары есімше, көсемше тұлғалы етістіктің түбіріне д, т, мәк, бақ, пақ, жұрнақтарының жалғану арқылы жасалады. Осы шақ мағынасы мен жасалуына қарай нақ осы шақ және ауыспалы осы шақ болып екіге бөлінеді. Нақ осы шақ отыр, тұр, жатыр, жүр деген етістіктердің жіктелу арқылы және негізгі етістіктің ып, іп, п, а, и тұлғалы көсемше түрімен отыр, тұр, жүр, жатыр деген көсемше етістіктердің тіркесуінен жасалады. Ауыспалы осы шақ а, и тұлғалы көсемшенің жіктелу арқылы жасалады. Келер шақ мағынасы мен жасалуына қарай болжалды келер шақ, мақсатты келер шақ және ауыспалы келер шақ болып бөлінеді. Болжалды келер шақ есімшенің ар, ер, болмысы етістіктен кейін сыр жұрнағы жалғану арқылы жасалады да, ол етістік үш шақтың бірінде жіктеліп жұмсалады. Мақсатты келер шақ етістіктің түбіріне мақ, пақ, бақ, жұрнағы жалғанып, одан кейін жіктік жалғану арқылы жасалады. Мақсатты келер шақтың болмыс түрі мақ, пақ, тұлғалы негізгі етістікке емес деген көмекші етістіктің тіркесу арқылы жасалады. Ауыспалы келер шақта ауыспалы осы шақ сияқты көсемшенің а, и жұрнақтарының жіктелу арқылы жасалады. Сондықтан ауыспалы келер шақ пен ауыспалы осы шақ бір-бірінен сөйлемдегі мағынасы жағынан ажыратылады. Өткен шақ мағынасы мен жасалуына қарай жедел өткен шақ және бұрынғы өткен шақ болып бөлінеді. Жедел өткен шақ етістіктің түбіріне д, т қосымшалары жалғану арқылы жасалады. Мысалы келтіретін болсақ, баяндады, көздеді, тағы да басқа. Бұрынғы өткен шақты жұмсайтын жұрнақтар қан-кен, ған-ген. Мысалы келтіретін болсақ, жазған, жүзген, тағы да басқа. Іс-қимылдың орындалғаны бірде өткен шақ түрінде, бірде осы шақ түрінде көрінетін өткен шақтың түрін ауыспалы осы шақ дейміз. Мысалы, хабарласатын, келетін.